Идеалдық ауылдық клубы 2020 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен 2020-2021 жылдарға арналған жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында өңірлік инфрақұрылымдарды жүзеге асыру мақсатында 150 орындық мақсатта соғылып берді. Қазіргі сыйымдылығы 150 орындық. Қазіргі таңда 5 үйірме жұмыс жасайды. 5 үйірмеге қамтылған өнерпаз 52. 12 штатта 15 адам жұмысқа тартылған. Жалпы жобаның құны 177 миллионмен қаржымен салынған. Соңғы кездегі өзіміз көріп отырғанымыздай барлық өңірлерде түрлі халыққа қажетті нысандар көптеп ашылып жатыр. Осындай ауыл халқына жағдай жасап, мәдени дамуына үлес қосып, ерен еңбек жасап жүрген аймақ басшысына ауыл халқымыздың атынан алғысымызды білдіреміз.